қасымызда іргедегі Өлеңті округі бар. Өлеңті ауылы, сонда 1000-ға жуық халық тұрады. Аурухана негізі осында аурухана тіркелгенмен, бірақ 2 километрде, 2 метрде халыққа, әсіресе балдарға, күзді күндері үлкен кісілерге келіп кету қиын болғандықтан халықтың сұранысы болатын медпункт ашу жөнінде. Кезінде медпункт болған. Артынан ауылдық пунктті біріктіргеннен кейін бәрі осында қарап қалды, бәрі осында келетін болды. Бірақ сонда да халықтың сұранысын ескере отырып, қоғамдық кеңес бар, соның ішінде Аманат партиясында да, Аманат партиясында бюро отырыстарында да болсын, Аманат партиясы жиналысында, қоғамдық кеңесте осы мәселені біздің халықтың сұранысын ескеруіміз керек. Сондықтан да сол бағытта Аманат партиясының ұсынысымен қолдауымен, жаңа өзінің сайлауалды бағдарламалары бар, оның бағыты бар Аманат партиясы. Соның бірі жаңа денсаулық пен медицина саласын қолдау. Сол бағытта сайлауалды бағдарламаларын орындалу деп мен түсінемін. Өйткені Аманат партиясының осы жерде үлесі зор.